Одан кейін кішкене ойланса екен, мына блогер әйелдер бар ғой, блогер қыздарды вообще амау керек бұларды. Өйткені оған 10 мың подписчигі бар қыз бар ғой, саған қатын болып жарытпайды ол. Түсіндің бе? Ол өйткені ана подписчиктердің löpөл үшін бәрін істейді олар. Бүкіл сұлулығын интернетке салып жүрген қыздар бар ғой, ол қатын болып сенің үйіңде отырып жарытпайды олар. Алмау керек олар. Бұрын қызығып аласың ба, өмір бойы соның қызғанып өтесің оның ше. Осы орлар интернеттен анау видеоларын алып тастап та үлгере алмайды, кеткен ғой, тарап кеткен ғой уже. Мейлі хиджаб киіп алған болса да, сұлулығын көрсетіп тұр ма? Болды. Неге шығады ол? Кейбіреулері шығып жаңағы өзінше ақыл айтып жүргендер бар. Әйел адам интернетке шығып, жеке өзінің бір каналы болса ше, тек әйелдермен дәріс өтсе ол басқада, бүкіл Қазақстанға шығып, интернет желісіне шығып, ол әйелдерді, еркектерді көретін жерде, әйел адамына шығып алып, уағыз айтып, болмайды ондай нәрсе. Рұқсат жоқ. Сен оның уағызын тыңдап отырып, мына сұлу әйел екен, фигурасы зор екен деп отыра бересің. Неге? Еркек өйткені пенде ғой. Сөйтсе біреу айтады, сен өйтіп ойлама дейді. Қалай ойламайсың? Мен импотент емеспін мен. Ана қатын шығып тұрма бүйтіп сұлу. Болды, мен ойлай берем. Адам табиғаты сондай нәрсе ғой. Сол үшін әйел адамдарға интернетке шығып билеуге болмайды. Денесін көрсетіп. Интернетке шығып бүйтіп уағыз айтып болмайды ондай нәрсе оларға. Шынымен да, желде жүріп ана шешініп жатқандарына вообще айтар едім ше. Сен қияметте кайт жоқ. Сен өліп кеткеннен кейін де сенің артынан күнәң барып тұрады. Өйткені ана видеоларың өлмейді ғой сенің. Біреу қарайды да, мына қыз зор екен, үйтсең екен, бүйтсең екен, сенің артыңа барып тұр ғой, қаселкі болып барып тұр ғой. Тоқтамай баратын күнә ғой анау. Ақыл есін жинаса екен деймін да, не? Бұны не үшін айтып жатырмын? Бәрі қазақтың қарагөз қарындастарымыз, өзіміздің қазақтың қыздары. Жырбың интернетке шығып жатыр да. Болмайды ондай нәрселер. Енді ана кейбіреулер қажылыққа барып жүр. Өзінше бір фатуалар тауып алды. Махрамсыз баруға болады дейді. Болмайды қажылыққа махрамсыз баруға. Біреулер айтып жатыр екен, әйел адам жамағат болып қатырмайды ешқашан.